Самолеттікі. Неге болушы еді машинанікі? Бұны анау алғаш Бәкірге берген бұл. Сонымен ой, оны өлтіреді, бүйтеді. Қалтырап не істейді ол? Сөйтті де іші барып істеді, 3-4 сағат артық шықты. Сонымен жадырайды, жарамайды. Мен толанға өткізе салу керек. Трелді мұнаға жаққа тастап бере салсын. Ана балтаға саны. Көрші үйде ол. Әкемеді ма сол күйі? Жоқ. Енді біреуге ештеңе бермеңдерші. Енді біреуге ештеңе бермеңдер. Фрак бер отырыңыз керек. Сарайда ғой, сарайда. Ешкімге ештеңе бермеңдер енді. Анау Самат түйе сойып жатыр екен. Бір жілігін барып ақпайтындар. Сөйтіндер де анау өздеріңнің таразыларыңмен барыңдар. Анау артықы. Ертең кімнің мал кезегі екен? Бәкірдің. Бәкір? Бермеу керек оған. Ол баратта ішеді, сонымен өз-өзіне ие боламайды. Сонымен 3-4 мал жоғалады, сол 3-4 малдың арасынан соны алып қайтасың, өзің мал боласың сонымен. Басқа біреуге берме. Сен анау бұзаулы сиырың жоғалтылған жоқсың ба? Я көке іздеп жүрмін ғой, таппай жатырмын ғой. Анау Мұраттың шарбағының төмен жағын көрші бар. Болды көке. Жаңа көріп қалдың ба? Қабыратқа ма қарындасың? Осы машина қанша қалдыңыз? 2 қошқарға ғой. Қойыңыз көке. Қандай 2 қошқар? 2 қошқар? Шыныңызды айтсаңыз көке, қанша қалдыңыз? Білмеймін әйтеуір, 2 қошқардың үстіне 2 миллион бердім, соған алдым ғой әйтеуір. Анау Дәрменнің үйінде де адам бар ғой. Көке жүректі толдық қой. Айқайлама. Кім баласың сен? Мұраттың баласымын мен. Мұраттың баласы? Қалаға басқа машина тауып алып бар. Жүр айқайлайды ма? Қойыңыз сен. Жоқ ман білмеймін. Отыр інім. Көке есік ашылмай жатыр. Тартса ана, жібін тартса, жібін тарт. Жібін қаттырек тартайын ба? Тарта бер, тарт. Үзілді көке. Үздің ба? Ашып берем өзім. Аға 500 нормально ғой, 500-ге барайық. Сәл қосса інім, сәл жетпей тұр ғой. Қанша жетпей жатыр? 10 мың. Жүр, інім тегін апарам осы. Ауылда. Мен өзі бұл анау мынау өлең тыңдай бермеймін ғой. Баяғы әндер қалды. Аман анау Ирина Хайратынаған ұнайды. Жақсы ғой өлеңдер. Қазір неше түрлі нәрсе шығып кеткен ғой. Кеше ана бір баланы көрдім, видео түсіреді екен. Жаңа сотын ақ келеді да бүйтіп көтеріп жібереді жаңа. Бүйтіп жібереді жаңа. Бүйтіп ананы қарасам күшті шығады дейді. Курсқа қатысқам дейді. Ойлап қоямын жаңа алқаш Бәкірге айту керек қой. Курс ашып алды. Ой, қарғын бала болады. Соғыс уақытында кәдімгі мылтық жетіспеген кезде ағаш беріп жібере берген ғой. Соның өзінде қырған ғой. Қойыңыз. Ой, нан ұстап айтайын. Нан алып шықшы үйде, нан. Болды, сенді ма? Оған емес, Закус көге ғой. Самат мал бағып жүрген кезде кәдімгі айдаладан бір көгешке қосылған ғой жаңа. Самат қорқып кеткен. Сөйткенде жаңағы ешік Саматтың жанына келген ғой. Сөйтіп не деген оған? Жанына келгенде деген. Жарып көке? Не ішті? Сіз мұртыңыз өтіріп пен? Енді мұрт шықпаса өлем бе? Маркер бар ғой, иә. Не болды? Сіздер не яқта май ауыстырып жатқан аяқта заң шығып үлгеріп жатыр ғой? Не заң? Жыныс ауыстыруға болады деген. Тегін. Айналады біз анау машинаның запчасын тегін ауыстырмаймыз. Не деген заң ол? Жыныс тегін ауыстырады. Мегін ауыстыру керек еді. Тегін болмайды ау, інім. Шығындалып қалатын зат ғой сенкіне. Не айтасыз? Машинаның майын ауыстыру керек еді. Машинаның майын? Иә. Қателесіп кеттім. Қандай машина? Анту, машина майларын жақсы ма? Ой, біздің май зор ғой. Иә? Кәдімгі анау массаж жасайтын қыздардың өзге алып кетеді. Ей, палауға да қоса бересің біздің май. Зор. Жақсы ма? Жақсы ғой. Ауыстырыңдаршы. Ауыстырамыз ба? Болды, жүріп кет. Қақта тұр.